Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 20-ші сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлем деп аталады. Бұл сабақта сен мәтіндегі сөйлем түрлерін анықтайсың. Мәтін мазмұнын оның тақырыбы мен иллюстрациясы бойынша болжайсың. Сызба бойынша сөйлем құрастырып жазасың. Балалар, біз өткен сабақтарда сөйлем туралы өткенбіз. Ендеше сөйлем туралы еске түсіріп жіберейік. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем сөздерден құралады. Сөйлем бас әріптен бастап жазылады. Сөйлем соңына тиісті тыныс белгілері қойылады. Енді балалар, сөйлемнің 3 түрі болады дедік. Хабарлы, сұраулы, лепті сөйлем. Хабарлы сөйлем бір нәрсені хабарлау мақсатымен айтылған сөйлем. Мысалы, ауылдан базарлық келді. Бұл хабарлы сөйлем. Хабарлы сөйлемнің соңына нүкте қойылады. Ал жауап алу мақсатымен айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді екен. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрақ белгісі қойылады. Мысалы, сен ауылға қашан барасың? Бұл балалар сұраулы сөйлем. Ал адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемдерді лепті сөйлем дейді. Лепті сөйлемнің соңына леп белгісі қойылады. Мысалы, алақай, мен ертең ауылға барамын. Яғни бұл лепті сөйлем екен. Енді балалар, бірінші жаттығу ертегіні тыңда. Бауырсақ. Бір кемпір мен шал болыпты. Бірде шал, кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берсеңші дейді. Неден пісірейін? Ұн жоқ қой. Әй, кемпір-ай, қаптың түбін қағып көрсең ғой, бауырсаққа жарайтын ұн табылып қалар. Кемпірі солай істейді. Қап түбін қағып, 2 уыс ұн табады. Содан қамыр илеп бауырсақты майға пісіреді. Терезе алдына суытқалы қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ үйдің іргесіне домалап түседі. Іргеден көгал үстіне домалайды. Балалар, ертегі не туралы? Ертегіні өзің ары қарай жалғастырып көр. Яғни балалар, ертегінің жалғасын әңгімелейік. Жарайсыңдар балалар, енді екінші жаттығу. Мәтіндегі қарамен берілген сөйлемдерді көшіріп жаз, оларды өзара салыстырып, өзің қорытынды жаса. Мынандай сөйлемдер қарамен беріліпті балалар. Неден пісірейін? Ұн жоқ қой. Әй, кемпір-ай. Үшінші жаттығу. Көркем жаз. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Төртінші жаттығу. Сөйлемдерді тиісті дауыс ырғағымен оқы және суретпен сәйкестендір. Мынандай сөйлемдер беріпті балалар. Маған бауырсақ пісіріп берсеңші? Неден пісірейін? Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Бесінші жаттығу. Сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. Алтыншы жаттығу. Төмендегі сөздерді сөйлесуде пайдаланып көр. Ас болсын, ауыз тиіңіз, дәм алыңыз. Жетінші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөз туралы білетініңді айт. Жарайсыңдар балалар. Енді жұмыс дәптеріміздің 20-ші сабағындағы 2-ші, 3-ші, 5-ші жаттығуларды мұқият көркем орындаймыз. Шығармашылық тапсырманы да орындайық. Жарайсыңдар, іске сәт.